МИП қалай тіркеуге және құруға болады? Жаңартылған тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, көп пәтерлі үйлердің тұрғындары өз үйлерін басқару нысандарының бірін, мүлік иелерінің бірлестігін МИП, жай серіктестікті ЖС, тікелей бірлескен басқаруды ТББ таңдауы қажет. МИБ қалай құруға болады? Бірінші, жиналыс ұйымдастыру. Барлық тұрғындарға оның өткізілу күнінен 10 күн бұрын хабарлау. МИБ құруға дауыс беру, 1 жылға төраға және 3 жылға үй кеңесінің мүшелерін сайлау. Жиналысқа пәтер иелерінің кемінде 51% қатысуы керек. МИБ құру үшін жиналғандардың жартысынан көбінің келісімі қажет. Бұл барлық пәтер иелерінің кем дегенде 26%. Егер тұрғындар қандай да бір себептермен жиналыс өткізе алмаса, жазбаша сауалнамаға ұйымдастыруға, содан кейін сауалнама парақтарын тігіп, қажетті құжаттар пакетіне қосуға болады. МИП заңды тұлға болып табылады. Сондықтан сауалнамадан кейін сайланған төраға МИПті ХКХО-ға тіркейді. Тіркеу 5 жұмыс күнін алады. МИБ қалай тіркеуге болады? ХКХО-ға келесі құжаттарды тапсыру қажет. Бірінші, МИП атынан өтініш. Меншік иелері МИП құру және төрағаны таңдау туралы шешім қабылдаған жиналыстың хаттамасы. Мемлекеттік және орыс тілдерінде МИП үлгілік жарғысы. 1 АЕК мөлшерінде МИБ тіркегені үшін мемлекеттік баж төленгені туралы түбірт. МИБ тіркеу үшін тек сайланған төрағаның өтініші жеткілікті. МИБ төрағасы бірлестікті барлық соттарда, мемлекеттік органдар мен ұйымдарда сенімхатсыз ұсынуға құқылы.